Сен аш болсаң өзіңе ұқсамайсың. Жарнаманы таныдыңыз ба? Сникерс шоколад батончигін танымайтын адам жоқ шығар. Жоғары калориялы тәтті тағам түскі асты да алмастыра алатыны бәрімізге мәлім. Расымен нуга, карамель мен арахистан тұратын шоколад қарнымыз ашқан кезде құтқарған уақыттар аз емес. Танымал лозунгтан басқа бұл тауар жайлы көбісі біле бермейді. Ал бұл шоколадтың жасаушысы америкалық кәсіпкер және кондитер Франклин Марс. Бұл кісінің тарихы қызықты және қайғылы болды деуге болады. Жағдайы төмен отбасында туылып, мүгедектігіне қарамай биік жетістіктерге жету кез келген адамның қолынан келе бермейді. Барлығын рет-ретімен айтқан дұрыс болар. Франклин Марс 1883 жылы Ньюпортта, Миннесота штатында жағдайы төмен отбасында дүниеге келген. Баланың кішкентай кезінде полиомиелит диагнозы қойылып балтақпен жүре бастаған. Басқа балалар ұқсап мектепке бара алмаған, көбіне анасының жанында сатуға арналған тәттілер дайындағанын көріп өскен. Сол уақыттың өзінде өмірін тәттілер жасауға арнаймын деп шешкен болатын. 16 жасына келгенде үйден тәттілер жасап, анасына сатуға алып барып отырған. Жасаған тауарларын көрші аудандарға да ұсынып табысын көбейте бастайды. Тапқан ақшасы күнделікті тамаққа ғана жетіп отырды. Франклин кәсібін кеңейту туралы ойлана бастайды. Бірақ ас үйдегі орын аз болғандықтан басқа жоспар құруға тура келді. Осылайша кезекті тауарын көрші дүкенге жеткізу кезінде Этель атты қызбен танысады, ал 2 айдан кейін сол қызға үйленеді. Франклиннің әйелі барлық бастауларын қолдап, 3 рет банкрот болған кездің өзінде демеу болған. Бірақ 28 жасына келгенде ғана өз дүкендерін ашады, ал сауда-саттық үйдің терезесі арқылы жүргізіліп отырған. Тәтті шоколад тауарын тұтынушылары көбейіп, кезекке тұра бастайды. Түні бойы конфеттер дайындап, таңертең олардың барлығын сату оңай болмады. Осылайша 1911 жылы жас отбасы Мар Обар компаниясын ашады. Бір айдан кейін кішкентай цехқа көшіп, бірнеше кондитериялық жұмыстарын бастап кетеді. 2 жылдан соң Чикагодан кәсіпорын ашады. 1918 жылы жұмысшылар саны 125 адамға жетеді. Олар барлық қаланы тәтті тағаммен қамтамасыз етіп отырады. 1920 жылы Франклин Миннеаполисқа көшуді жөн санайды. Дәл осы уақытта хитқа айналған ванильді нугасы бар сүтті шоколадпен қапталған Milky Way батончигін шығарады. Бұл батончиктің шығу тарихы да ерекше. 1904 жылы Марстар отбасында ұлдары Форест дүниеге келеді. Кішкентай ұлымен дүкенге барғанда ұлы шоколад алып беруді сұрайды. Бірақ ол уақытта шоколад тек өлшеніп берілетін болған. Жаз уақытында тез еріп кететін тағамды жеу көп адамдарға ыңғайсыздық тудырған. Сол уақытта Фрэнкқа неге шоколадты кішкентай бөлшектермен фольгаға орап сатпасқа деген ой келеді. Осылайша жұбайымен ақылдасып, Milky Way шоколады жарық көреді. Жайлап компания тауарлар тізімі көбейе бастайды. Солардың бірі аңызға айналған Сникерс. Сникерс атауы Марстар отбасының сүйікті жылқысының атына берілген деп есептеледі. Алғашқы Сникерстер құны 20 цент болған. Сол уақыттың бағасымен алсақ аз ақша емес әрине. Жаңа орында сауда жақсы жүрді. Сатылымның жалпы сомасы $700,000 дейін жеткен. Біраз уақыт өтіп компания Mars Candies болып, ал кейіннен Mars Incorporated болып өзгертілді. Франклиннің ұлы Форест болса, Йель университетінде білім алып, оқуын бітірген соң Англияға көшеді. Англияда кішкентай цех ашып, әкесінің кәсібін жалғастыруды қолға алады. Дәл осы цехта барлығымыз білетін Марс батончигі пайда болғанын айта кету керек. Ал шоколадтың дайындалуы мен құрамы пайда болғаннан бері өзгермеген екен. 1930 жылдың басында Форест Уильям Маримен бірігіп M&M компаниясын құрады. Ал әкесінің бастауымен жүріп жатқан бизнесі жануарларға арналған вискас және педигри тағамдарын шығара бастайды. 1934 жылы Франклин Марс жүрек ауруынан қайтыс болады. Ал бизнестің бәрі ұлы Форест Марсқа өтеді. Әуелде Сникерс шоколады түскі асты алмастыратын снек ретінде шығарылған болатын. Соғыс уақытының өзінде америкалық сарбаздар бұл тағамды жиі қолданған. Ал біздің елде Совет одағы құлдырағаннан кейін пайда бола бастайды. Айта кететін жайт, Сникерсті дайындауға күніне 150 тонна арахис кетеді екен. Ал Чикагодағы зауыт минутына 800 батончик шығарады. Статистика бойынша әр секунд сайын әлем бойынша 600 Сникерс шоколады желінеді. Айтып өткендей Mars, M&M, Skittles, Bounty шоколадтары және Orbit сағызы Сникерс шығаратын компанияға тиесілі. Және де жануарлар тағамның қатарлары да аз емес. Қазіргі таңда Mars Incorporated басшылары Фрэнк Марстың немерелері Жаклин, Форест және Джон болып табылады. Компания тарихына үңілсек, шағын ас үйде басталған кәсіп миллиардтаған табысы бар әлемге танымал брендқа айналып отыр. Балтақпен жүретін кішкентай бала сүйікті кәсібін тауып, тарихта атын қалдырды деуге де болады. Ал сіздерге бұл компанияның қай тауары ұнайды? Пікірлеріңізді білу өте қызықты болар еді. Бүгінге айтарым осы. Келесі кездескенше.